Қызыл Орыста, Ақ Орыста қынадай қылып қорқыта алмаған қазақ. Атомын жарып, гептилін шашып, қырып тауыса алмаған қазақ. Совет одағының кезінде 2000-нан артық көтеріліс жасаған қазақ. Ал Ақпатшаның кезінде анау Оралдан, Кавказдан Ертістің бойына дейін орыстар жету үшін 2 ғасырдан артық уақыт жұмсағанын орыс тарихынан оқып аларсыңдар. Біз міне күні кешеге дейін ешқашан күресті тоқтатпаған халықпыз. Мынау 2022-нің қаңтарының өзінде қанды қырғында қолында темірдің көк сынығы жоқ, көк темірдің сынығы жоқ құр қол қазақтың пулеметтен оқ бүркіп тұрған Ресей солдаттарына қарай қалай аттандап шапқанын көрдіңдер, куә болдыңдар. Қазақтың батырлары ештеңеден, ешқашан өлімнен, ештеңеден қорықпайды. Құдай бізді солай жаратқан. Құдай бізді Қытай, Орыс, Иран сияқты жауыз империялардың, қанішер диктаторлардың ортасында қойғанда бізге осындай ерлік рухты беріп жаратқан. Құдай осы қанішер империяларды бір тосса қазақ тосады деп бізді әдейі Орыс, Қытай, Иранның ортасына қойған. Біз өркениеттерді және жаратқан және таратқан көшпенділердің ұрпағымыз. Біз қырылармыз, бірақ ешқашан тізе бүкпейміз. Біз аз болып қалармыз, бірақ ешқашан тізе бүкпейміз. Сендердің Қабанбай батырдың ескерткішін шаққандарың керісінше біздің намысымызды қайрай түседі. Біздің сендерге деген өшпенділігімізді оята түседі. Сендердің Қытайдағы өз ата-бабасының ежелгі жерінде жасап жатқан қазақтарға жасаған барлық зұлымдықтарын тұтас қазақ халқын, тұтас Орта Азия халқын сендерге қарсы қояды. Сендер ақымақсыңдар, сендер надансыңдар. Сендер ақымақтықтарыңнан, надандықтарыңнан Қытайда жасап жатқан қазақтарға, қырғыздарға тиістіңдер. Сендер сол кезде бұл қазақтардың іздеушісі, қырғыздардың жоқтаушысы жоқ деп ойладыңдар. Үлкен қателік. Себебі бұл қазақтар ешқашаны, ештеңені ұмытпайды. Ендеше Қытай билігіне қатаң ескертуімізді осымен тәмам қыламыз. Сендер тараптан жағымды, жақсы жаңалықтар болса, бізде күресімізді кез келген уақытта тоқтатуға дайынбыз.